тез байып кетудің бір жолдарын айтып жібер енді осы. Тез байып кетудің бірден бір жолы. Жақынырақ отырыңыздар. Тез баюдың бірден бір жолы өзіңді әрдайым бай сезіну. Мына орыстарда күшті сөз бар, молшылық, изобилие. Осы изобилие дегеніміз не, Жанар? Маған сұрақ қойып жатсың Иә. ба? Танымыңда изобилие деген не? Молшылық. Өзіңде барды бағалай білу шығар, өзіңдегі барды көре білу. Молшылық деген ол сенің эмоцияң, ол сенің сезімдерің, ол сенің бір жақсы рухты көтеретін сөздерің, ол сенің көңіл күйің. Осылай деп әртүрлі анықтама береміз. Енді материалдық егер материалдық дүние болсын, басқа болсын, бізде молшылық деген бұл денсаулығыңның мықтылығы. Мысалы, изобилие дегеніміз көп деген дүние ғой. Мысалы, сенің алдыңда тамақ тұр. Сен байсың. Біреу емес, екеу емес. Мысалы, сенің алдында 100 тұрса, ол 100 тұр. Джон Кахадағы есіңде ма, екеуміз бар еді? Тура сол сияқты, мысалы, молшылық деген, байлық деген нәрсе, ол сенің барыңды барынша жақсы көруің және соған алғыс айтуың болды. Ал енді байлықтың өлшемі бар ма? Әлемде қаншама бай адамдар бар, бірақ олардың ақшасы көбейген сайын көбейе берсе дейді, енді ақша көп бола берсін бәрінде, бірақ оның есебі жоқ. Сен оның жаңағы қазақта күшті сөз бар ғой, кедей бай болсам дейді, бай құдай болсам дейді деген сияқты. Сен қолыңда су тұрма, сен сол суың байлығың. Сенің қасыңда досың тұрма, сол досың байлығың. Байлық дегеннің өлшемі жоқ қой. Ол тек қана бір дүние емес, табиғат ол да байлық, денсаулық ол да байлық. Яғни осы байлықты сезіне білген кезде, енді сен менің студент кезімнен білесің, мен еш уақытта ақша жоқ деп айтпайтын. Еш уақытта әлі күнге дейін Құдайға шүкір мен жоқ деген әңгіме айтқан емеспін. Есімде неден ол кезде киосктар болатын, дүңгіршек деп аударып қойған сол кезде. Сен сол кезде 500 теңгең ғана бар. Соған Vogue педі, қандай журнал еді? Vogue журналы. Сезон, Vogue аламын. Сондай журнал сатып алдың. Сосын мен айттым да саған, Айнұр, не үшін алдың андағы журнал, не үшін керек деп тұрдым да. Тамақ шектедің ғой сен. Не үшін керек мынау? И маған былай жалт қарадым да. Мен нанға ақшам қалмаса да, мен осы журналды сатып аламын деп айқайладым. Ол бірнеше рет болды ғой бізде, қайта айтасың ғой, сен неге ала бересің журнал деп. Енді бұл шын айтқан кезде балалық қой. Жоқ, сол нәрсе сен сұлулыққа, өзіңнің сұлулық салоныңды аштың мысалы, жоқ деген сөз еш уақытта айтпаған, жоқ деп айтпайтын адам, ол бай адам болды. Сонда сен келген адамдарға айтасың ба, тез баюдың жолы жоқ деп айтпау, жоқ деп айтпау болды.